Украина-Молдова сынарының Приднестровье кысмында Кучурган Первомайскому ми кіріш ноқтасы ачылған. Тедбарде Украина президенті Петро Порошенко ве Молдова баш назиры Павел Филипп иштирах етті. Незарет кіріш ноқтасындан күнде 15 бин инсан кече білежек. Эки мемлекетнің сыныр бекчилері ве гумрюкчилерінден ғайры Кучурган сынырындан кечу қавсызлығына Украина ве Молдоваға сыныр ярдымы бойынша Европа бірлігі иетінің азалары да незарет етежек. Президент Порошенконың айтқаны киби мемлекетлер арасында тек сынырды гілді нақлият инфраструктурасы да инкишаф едежек. Я сегодня дав дору. Тыш ишлер назерлігіне ведевлет малия хызметіне абаетінің незаретні сынырның дегер ноқталарына дакин ішлетмеге авалеттім. Оларның ішіні айдылнатмақ ве әлсаты ве қабырчылық иле көрішінің семерлігіні темин етмек үшін. Умуми планларымызда бұсіне август айында Молдова территориясында көрішіп, Броница Унгур көпірінден нақлият әрекетіні ачмақ. Ямпіль-Косюц көпірінің құрылыжығыны башламақ. Ве Березино Басарабяскақ қысымында демир йол әрекетіні қайырдан тіклемек ниетіндеміз.